Араласыңдар ма? Енді мен коуч маманы емеспін, бірақ дегенмен де біздің ағылшын бірлестігі осы жақында курс оқыдық. Сол курстан алған біліміміз, тәжірибемізбен бөлісу ретінде осы 10 күндікті ағылшын бірлестігінің 10 күндігін пайдаланып, кішкене осындай бір шара өткізуіміз деп салған болатынбыз. Қалаласыздар. Енді бүгінгі тақырып алайын деп отырған басты тақырып оқуда инновациялық технологияны қолдану. Жалпы негізі қазіргі таңда ауқымды тақырып инновациялық технология, жасанды интеллект, енді бұның айырмашылықтарын бәріміз жақсы білеміз, иә. Осы инновациялық технологиялармен адамның ойындағы нәрселерді бәрін ескеретін жасанды интеллект қазіргі басты тақырып болып өзгерді. Біздің бүгінгі мақсатымыз осы инновациялық технологияларды оқыту үдерісінде тиімді пайдалану, дағдыларын заманауи әдістер арқылы оқушылардың қызығушылығын арттыру және білім сапасын жоғарылату. Енді сіздерге бір кіріспе сұрақ қойғым келіп отыр. Осы инновациялық технологиялар сіздің сабақтарыңызға қалай әсер етеді? Осы жерде сұрақтарға жауап беріп кетсеңіз, және қандай цифрлық құралдармен жұмыс істегендеріңізді бөлісе кетсеңіздер. Инновациялық технология дегенді білеміз ғой, бәріміз негізі. Күнделікті қолданып отырғанымда, неміз тақтамыз. Мына біздің тақтамыз, компьютер, интернет, яғни желі бәрі осы инновациялық технология жатады. Ал енді жасанды интеллект дегеніміз сол осы құралдар арқылы біздің жұмысымызды жеңілдететін платформалар екен. Қандай технологияларды сабақтарымызда қолданамыз? Айтсаңыздар. Өте жақсы. Сосын Word болды, ChatGPT основной тиімді нәрсе ғой. Кез келген текстін алсаңыз, соған сұрақ құратын болсаңыз, соған салсаңыз керемет мүмкін. Өте жақсы. Бұндай құралдарды көбінде қандай нәрселерге қолданасыздар сіздер? Жаңа Word бол деп жатырсыздар, Canva дейсіздер. Қандай сабақтың кезеңіне ма? Кезеңіне. Сабақтың кезеңі. Презентация жасаймыз. Сабақты бекітуге қолданамыз, өте жақсы. Так, енді технологияның, қазір мен біраз жаңадан бір технологиялар туралы кішкене мағлұмат беріп кетейін сіздерге. Технологияның ықпалы, оның жаңа деңгейі және мүмкіндіктері. Технология оқушылардың оқуға деген ынтасын арттырады. Оларды қызықты әрі интерактивті оқу тәжірибесін ұсынады. Ойындар мен цифрлық құралдар оқушылардың тілдік дағдыларын дамытуға көмектеседі. Мен енді өзім тіл маманы болғасын, тілдік дағдыларды көмектеседі деген, негізі ол кез келген пәнде де оқушылардың оқу дағдыларын дамытуға көмектесетін. Оның мүмкіншіліктері әртүрлі цифрлық ресурстарды қол жеткізуге мүмкіндік береді. Соның ішінде онлайн кітапханалар, тілдік ойындар, сөздік қорын кеңейтуге арналған қосымша бейне материалдар бар. Бұлар жаңағы оқуда тереңдетіп білуге мүмкіндікті көп береді екен. Так, инновациялық әдістер мен құралдар. Оның ішінде интерактивті оқу енді біз бұрыннан да қолданып жүрміз. Цифрлық ойындар, жаңа өздеріңіз айтып кеткендей, мобильді қосымшалар, онлайн платформалар оқушылардың оқу дағдыларын дамытуға көмектеседі. Ойын арқылы оқушылардың оқуға деген қызығушылықтары арта түседі, оны білеміз. Енді blended learning деген бұл бізде қазір енді бізге осы жаңадан жүйе қосылып жатыр ғой. Аман Сұлтан мысалы онлайн түрде форматта сабақ береді. Сол дәстүрлі және онлайн оқуды біріктіріп, оқушылардың тиімділігін арттыру, әр оқушының қажеттілігіне сәйкес келетін жеке тәсілдерді қолдануға мүмкіндік береді. Яғни біз офлайн түрінде де және онлайн түрінде де оқуды біріктіріп өткізгендегі тәсіл екен. Келесі Flipped Classroom деген өте бір тамаша әдіс деп айтуға болады. Бұл сабақтың жаңа материалдарын үйге беріп, жаңа материалда балдар үйде оқып келіп, соны сыныпта практикалық тапсырмаларын орындап, бүкіл білімдерін одан сайын тереңдете түседі. Көрдіңіздер, балдар сол кезде, мысалы, жаңадан сіз сабаққа келгенде сабақты түсіндірмейсіз балаға, үйге беріп жібересіз жаңа сабақты, сол кезде бала ізденіп оқып келгеннен кейін сол бойынша уже жұмыс жасаған кезде баланың
баланың есінде көп нәрселер қалады екен. Платформа ма сонда? Иә, бұл платформа емес, әдіс, иә. Flipped Classroom деген айналдырған сынып деп аударылады қазақшаға аударғанда. Яғни бала әдетте біз сыныпқа келіп жаңа сабақты түсіндіреміз, иә. Жаңа сабақты түсіндіргеннен кейін сол бойынша практикалық жұмыстарға кейде үлгермей жатамыз, кейде сол бойынша үйге беріп жатамыз. Оны кейбір бала ұғады, кейбір бала ұғады. Ал егер сол сабақты сол балдарға үйден оқып келуге, егер оқитын болып жатқан жағдайда үйден оқып келіп, сол бойынша жұмыс жасағанда оның түсінігі көбірек болады. Келесін сұрағым. Так, Google Classroom өте таптырмас құралдың біреуі, тапсырмаларды басқару. Яғни мұғалімдер оқушыларға тапсырмалар беруге, олардың жетістіктерін бақылауға және кері байланыс беруге мүмкіндіктері көп. Google Classroom'да көптеген бөлшектер бар. Біз өзіміз Google форманы білеміз, өзіміз қолданып жүрміз. Google форма арқылы бізде көптеген сауалнамаларды толтырып жатырмыз, көптеген тесттарды жасап жатырмыз. Сол сияқты Google Classroom'ның ішінде PowerPoint да бар, Word да бар. Мысалы, қағазға көп эконом болады. Мысалы, сіз егер балаға тапсырма бергенде, сіздің көп уақытыңыз кетпес үшін, мысалы, сыныпта біз тексеріп үлгермейміз. Сол жағдайда, мысалы, балаға тапсырманы бересіз, ол осы именно Google Classroom'ның ішіндегі Wordқа жазып сізге тапсырманы жіберсе, сіз сол үйде отырып, соның тапсырмасын тексеріп, кері байланысты сол жерден жазып, қателерін көрсетіп деген сияқты сондай жақсы мүмкіндіктер бар екен. Даже кейде мысалы топтық жұмыс жасаған кезде балдарға осы Google Classroom ішіндегі PowerPoint арқылы біз көптеген слайдтар беруімізге болады, презентация, мысалы жұмыстарды тапсыруымызға болады екен. Яғни бұл жерде көп мүмкіндіктер бар, бағалау және пікірлер жазуымызға болады, және оқушылармен сол жерде тікелей байланыс жасай алады екенбіз. Енді Kahoot білеміз, Kahoot'ты көптеген сабақтарымызда барлықтарыңыз қолданып жүрген боласыздар, сабақты бекітуге, жаңа тақырып өткеннен кейін жаңағы жаттығуларды орындатуға бірден бір жақсы қолданысқа ие платформа бұл. Оқушыларға біз ағылшын тілінде үйренуге мүмкіндік береді, тілдік дағдыларын дамытуға және қызығушылығын арттыруға көп көмектеседі. Бұл енді әлемдегі миллиондаған оқушылар мен мұғалімдер қолданатын танымал платформаның бірі екен. Quizlet мен оған себебім бұл біздің өзіміздің ағылшын тілінде көп пайдасы тиіп жатқан платформа. Бұл енді сөздік қорын дамытамыз, топтық жұмыс жасаймыз, тестті де жасауға болады. Бұнымен көптеген жаттығуларды да орындап, жаңағы тыңдау, сөйлеу, барлық дағдыларды осы бір немен қамтуға болатын платформа екен. Интерактивті тақта Padlet. Padletті жаңа біз Padlet деген тақта, бұл Padlet'тің біз көбінде бұны біз кері байланысты ғана қолданамыз. Бұл кері байланысты емес, бұны онлайн түрде баламен жұмыс жасағанда өте пайдасы көп. Даже егер мүмкіндік болып балдардың алдында қолдарында гаджеттер болса, сабақтың үстінде отырып та осымен жұмыс жасатуға болады. Неше түрлі идеялар, ресурстар, тапсырмаларды бөлісін арналған интерактивті тақта деп айтылады. Бұл жерде топтық жұмыстарды да беруге болады. Топтық әртүрлі жұмыстарды осы тақтаның бетіне беріп, балаға доступ беріп қоясыз. QR кодын или болмаса сілтемесін беріп қойсаңыз, бала сол жерге кіріп, сол бойынша тапсырманы орындап отырады. Сіз ол жерге әрбір орындаған тапсырмасына сіз сол жерге лүпіл басуыңызға да болады, және ол жеріне комментарий жазуға да болады. Бұны біз кері байланыс ретінде де қолданып жүрміз. Осы Padletті көбінде біз кері байланысқа мүмкіндігінше барлық жаттығуларға қолдануға өте тиімді платформа деп. Так, Edmodo енді бұл өте бір таныс көп бола берген платформа емес, онлайн байланыс, тапсырмалар. Яғни бұл жерде байланыс орнатуға арналған тапсырма бересіз онлайн түрінде, пікірлер қалдыруға болады. Бұл да бір жақсы платформаның бір түрі. Онлайн кезінде, мысалы онлайн оқыған кезде бұндай платформаны таптырмас құрал деп ойлаймын. Flipgrid деген тоже самый Microsoft компаниясына тиесілі. Бұл платформада сіз бейне арқылы оқушылармен кері байланысқа шыға аласыз. Және ол жерде де бағалау мүмкіндіктері көп болады.
топтық жұмыспен де жалпылай. Енді бұл жаңағы айтып кеткенім бір азғантайы, мынау бүкіл қазіргі қолданысқа өте көп ие жасанды интеллект. Бұл жерде біздер бірінші қатарда тұрған presentation, Gamma, Canva, VPK дегендермен арқылы біздер көбінде презентация. Осы мынау қазір көрсетіп тұрған презентация осы немен Gamma презентация несімен Gamma аймен жасалынған. Бұл жерде әсіресе VPK, Gamma presentation деген нәрселерде сіз тек қана тақырыбын жазасыз, или болмаса ChatGPT-ді қазір бәріміз білеміз ғой, мысалы сіздің тақырыбыңыз белгілі, бірақ сіз слайдқа жоспарыңызды құрдыңыз, жаздыңыз, бірақ слайдқа мысалға кейде идея тумаған кезде сол ChatGPT-ға біз өзіміздің немізді тақырыбымызды жазып, маған осыған жаңағыдай контенттер жазып бер десеңіз, контент жазып бер. Мынау мен Gamma айды көп қолданамын, қолданғанда мен бұдан идея алу үшін қолданамын. Кейде бір асығыстық болып жатқан кезде, бір-ақ минутта сіздің слайдыңызды тек қана тақырыбын жасаңыз да, сізге слайд жасаған кезде бүкіл 10 беттік слайд дейсіз, или 8 беттік өзіңіз айтасыз, сол кезде барлық. Бұл ақыл емес, бұлардың ақылы түрлері де бар, ішінде тегін түрлері де бар. ChatGPT сияқты жүктеп аламыз ба? Жүктемейсіз, Google-ға прям, Google-ға барлық мына қай-қайсына да тіркелгенде Google аккаунттарыңызбен тіркеліңіздер. Google аккаунттан бірнеше аккаунттарды ашып қоя беріңіздер. Кейбіреуінде лимит бар. 5 нәрсе жасағаннан кейін уже ода лимит бітіп қалады да, келесі аккаунтпен тіркеліп аласыз. Сондықтан аккаунттарды мол-молдан аша беріңіздер, қорықпай, әртүрлі аккаунттан. Ұмытпайсыз, жазып отырасыз ғой. Так, сол Gamma ай, мынау осы жаңағы осы слайдты мен Gamma аймен жасадым. Так, сосын мына VPK-дің бір жақсысы өзінің ішінде ChatGPT бар. Сен сол жерде тапсырманы бердіңіз, тапсырма бергеннен кейін, мысалы кей жерде ананың бергені сіздің көңіліңізден шықпай жатса, ChatGPT-ға мынаны толықтырып жібер, мынаны толықтырып жібер деген сол тапсырмалар берсеңіз, сол жерден толықтырып береді. Сосын мен Gamma аймен жасап алған нәрсемді көбінде мен Canva-мен жасаймын. Canva-да әртүрлі функциялары, тегін түрлері бар, тегін емес түрлері бар. Өте керемет сіздің слайдыңызды жандандырып, баланың жасағанда бір сарын PowerPoint-пен, бір сарын ақпен жасаған тоже балалардың қызығушылығын оята қоймайды. Сондықтан әртүрлі фигуркаларды қойып жасағанда өте тамаша презентация шығады. Так, Conquer ай дегеніміз бұл енді тест құрауға өте пайдалы. Quizbot және Conquer тест өткен ашық жауапты. Тесттер дайындауға керемет мүмкіндік. Kerenis дегеніміз бұл суреттерді 3D форматта көрсетеді. Мынау жаратылыстану, биология, әсіресе биология, анатомия деген сабақтарда сол мысалы жүректің суреті, или болмаса мидың суреті тұрса, сол мидың қанша бөлігі бар, соның ішіндегі тамырларына дейін, клетка әрбір жасушаларына дейін анық көрсететін. Тіпті мысалы мынау піл, сол пілдің жүрегін көрсеттіре, соны 3D форматта көрсететін таптырмас құрал. Бұл енді жаңағы техникалық бағыттарға өте күшті құрал. Мысалы география пәнінде бұл жердің қыртысы десе барлық элементтерін түгеліне дейін көрсетіп беретін құрал. Так, Quick QR бұл енді өздеріңіз білесіздер, QR код дайындауға арналған. Educa Play, Bambuzi, Lumio деген бұлар ойынға арналған платформалар. Бамбузы мысалы кейде біз тақырыпты өткеннен кейін бір балдар зерігіп кететін тақырыптар болған кезде осыған кезде өзіңіз дайындауға да болады, осы платформаларға кіріп өзіңіз дайындауға да болады, или болмаса сол өткен тақырыбыңызды жазсаңыз соған сәйкестендіріп жаттығулар береді. Бұл ойын түрінде өтетін жаттығулар әсіресе бастауыштарға өте керемет. Educa Play'мен Bambuzаны қолданып көріңіздер. Classroom Screen дәл жаңағы біздің Classroom сияқты осындай таблет сияқты осындай экран, бұның бетіне неше түрлі жаттығуларды қойып балдарға шығарып ойнатуға да болады. Мынау осы тақта арқылы сіз мысалы сіздерге бағдаршам несі бар ғой? Бағдаршам кері байланысы бар ғой, соны каждый балаға 25 балама 25 бағдаршамды не істеп қойып, әрқайсысына өзінің атын жазып қойып, осы Classroom Screen-ға шығарып қойып, мысалы бір бала не істеді ма, өзінің сабақтың соңында кері байланыс алуға болады. Мысалы, жанар деп тұра ма, жанар келеді, жасылды басады, сарыны басады, көріп отырасыз сабақтың соңында. Таптырмайтын құрал, оған тек қана кері байланыс емес, бүкіл жаттығуларыңыз салуға болады. Бұның пайдасы өте көп. Так, соны ай дегеніміз, соны ай сіз тапсырма бересіз, мысалы Гүлайна деп жазсаңыз, Гүлайнаға арнап
екі вариантта өлең жазып береді, өзі ақын әрі композитор. Өлеңін де жазып береді, сөзін де жазып береді. Бәрін жасап отыр Назым осыны. Так, Pinterest'ті бәріңіз білесіздер. Любой нәрсеге идея тумай жатқанда Pinterest'ке жаза қойыңыздар. Pinterest барлық идеяның бәрін тауып береді. Тіпті қалай сіз ана қиятын түрлі заттардың жасайтын Қазақша шығады бәрінен апай. Бәріне қазақша шығады. Жасаймын. Мысалы қазақша орысша береді. Мен көбінде осыдан идея аламын. Мынау тіпті осының ішінде жаңағы биологиядан беретіндерде, анатомиядан беретіндерде күшті адамның бүйтіп суреті тұрады, оны бүйтіп парағын ашсаң ішіндегі іш құрылысының бәрі тұрады, сондайдың жасаудың бәрін көрсетеді. Так, кава дизайн тоже, бұл кава дизайн суреттерді 3D форматта жасайды. Бингті білетін шығарсыздар, иә? Қазір мына қазақ балдарының қазақша киініп 3D форматта шығып жатқан нелердің бәрі осы кава дизайнмен бингта жасайды. Мысалы, бұған тапсыр тоже самое, бұда да 15 па лимиті 15 бекен. Бұнда аккаунттарыңызбен тіркеліп алыңыздар, сосын тапсырма бергенде енді нақты тапсырма берсеңіз, дәл сондай маған қазақтың қызы мен баласы, оқушы, қолында туы бар, атқа мінген, артында киіз үйдің суреті бар деген сияқты тапсырма берсеңіз, дәл соның 3D суретін шығарып береді. Так, Verbo мен DID суретті сөйлететін платформа. Абай Құнанбаевтың өлеңін айтқызып қойып, бүкіл ақындардың өлеңдерін айтқызып қойған осы Verbo мен DID платформасы. Verbo енді кішкене ақылы емесі азғантай, бірақ минуты да азғантай. DID мен жақсы жасалмады. Тарсия дегеніміз сабақты бекітуге өте таптырмас құрал. Сабақтың соңында именно осыған салсаңыздар, осындай пирамида емес андай әртүрлі неде мозаика, пазл дейді ғой, жаттығуыңызда әртүрлі форматтағы пазлдарға салып, жасап алып, балдарға сабақты бекітуге берсеңіздер, тоже таптырмайтын құрал. Анимейкер енді бұл да жаңағындай сияқты кішкене сөйлететін, бұны өзім енді меңгеріп жатырмын. Осы енді бұл жасанды интеллекттің түрлері, менің өзімнің тек қана қолданып жатқандарым бар, осылар, енді менің қолданбай әлі де жазып алған, әлі де үйренем деп жатқан көптеген нелерім бар, оны пока алған жоқпын, келесі бетін асағаныз. Так, енді технологияны оқытуда оқушылардың тілдік дағдыларын дамытуға, оқу процесін жақсартуға, әр оқушының қажеттілігіне сәйкес келетін және тәсілдерді қолдануға мүмкіндік береді. Бұл жасанды интеллекттің бір жақсы, мен енді бұл үлкен ауқымды тақырып, бұған бөлек не жүргізу керек шығар деп ойлаймын, өйткені бұның артықшылығы, кемшіліктері көп. Оны білеміз. Артықшылығы біз мұғалімдерге өте уақытты тиімді пайдалану. Үнемдейміз, уақытты үнемдеуге өте көп көмектеседі. Так, келесін ашалайын. Енді кәсіби кішкене осы алған немізбен кішкене кәсіби құзыреттілікке қалыптастыру әдістері өзіміздің тәжірибемізбен кішкене бөлісіп жіберсек, келесін соған. Так, енді мақсаттары мен міндеттері теориялық білімді практикада жүзеге асыру, берілген материалдар бойынша дәлелдейтін мәліметтер, қабылдау және өнімділік дағдыларын дамыта отырып, бірлесіп жұмыс істеу, қызығушылық шеңберін кеңейте отырып, оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауын жетілдіру. Так, енді осы жерде осы сұрақтарды жауап берсеңіздер, оқушылардың ынтасын арттыру үшін қандай әдіс қолданасыздар? Және жаңа технологиялар мен жасанды интеллекттердің сабаққа қалай кіріктіресіздер? Мен жасанды интеллекттен жаңа технология қазір кішкене мағлұмат беріп кеттім. Енді осы сұраққа ауызша құттай жауап беріп жіберсеңіздер, ынтасын арттыру үшін қандай әдістер қолданасыздар? Кахут қой, сол қолданып жүргенде. Кахут дейді, сосын сосын ынтасын арттыру үшін қандай әдістерді қолданасыздар? әдістер балдар ынталандыру. Сол сен сабағыңа қызығатындай, ынталанатындай, оқушы мен деп тұратындай қандай әдіс қолданасың? Алдында оқып қойдық қой курстарда. Жоқ, ол кәдімгі қалай жасайтын не? Осы жасанды интеллект арқылы оқушылардың көп қызығушылығын арттырасыздар,
өйткені біз бір Негізі сағат жаңа кітаппен жүре беретін болсақ, практичный жаңағы нені айтып жатсың ғой, жасанды платформа, соның біреуін 300-інде көрсетіп қарау керек. Мысалы сен қолданып жатқан мана кахо нең, соны ашып жіберіп, мынау былай жасалады, былай жасалады деген сияқты. осы жерде көрсете аламын. мен Сол компьютер тиімді қосылып. сияқты. Иә. Жақсы. Жалпы негізі болашақта жасанды интеллектті өздеріңіздің жұмыстарыңызды жеңілдету үшін қолданыңыздар. Біз баяғы немен уже әрбір мұғалім дамуымыз керек, иә. Бұл жерде басты мақсат біз балаға қазіргі заманда баланың деңгейінен асып өзіміз бірінші білуіміз керек. Біз қазір бір нәрсені білмесек, баладан сұрап тұрсақ, бұл да бізге сын болып есептелінеді. Так, енді өзіміздің тәжірибеміз бойынша кішкене бөлісіп жіберейік. Мұғалімнің бойында қандай қасиеттер болу керек? Айта беріңіз. Иә, жан-жақты болу керек дейді, шығармашылық болу керек дейді. Сосын тағы да білімділік, төзімділік болу керек. Сіз үшін жақсы мұғалім қандай? Жақсы мұғалім өзінің технологияның барлығын меңгерген. Сосын өзінің пәніне деген білімі Қызықтырушы. Так, сіздің ең үлкен кемшілігіңіз қандай? мұғалімде өте көп ақпараттың ағын, иә. Бәрі өзімізден, иә? Бәріміз өзіміздің санамызда ғой негізі. Сіздің ең күшті жақтарыңыз қандай? Таңертең Ашық айтайық. Жеке-жекелеп айтпаса. Талап ету күштіміз ғой. Дұрыс, талапшыл мұғалім болу керек. Талапсыз болса ол да болмайды ғой. Так, неліктен бәсекелестік студенттер үшін жақсы? Біздің оқушылар үшін бәсекелестік не үшін жақсы? Жарыса оқиды бір-біріне. Білім деңгейін арттыру үшін. Жақсы. Топтағы біреу сізді елемейтін болса, сіз қандай әрекет жасайсыз соған? Сол мән бермеген балаға мән бермейсіз де қалдырасыз ба? Жоқ, наоборот, өзіне қарату. Өте жақсы. Так, жалықтырған студенттерді қалай қызықтыруға болады? Технологиялар бір сұрағым арқылы. Өте жақсы. Так, сыныпта достық атмосфераны қалай дамытуға болады? Бұл енді бұл біздің басты қолданыста жүрген басты құралымыз ғой, иә? Балдарды әрдайым достық атмосфераны қалыптастыру. Бейнебаянға кішкене бейнеролик. Just listen. Hello? Hey, it's John. What's going on? Can I ask a question about tonight's homework? Of course.
енді осы бейне роликтен не түйіндедік? сабаққа қызығушылығы жоқ баланың қызығушылығын оятып тұр ғой, қалай болғанда да. ағылшын арқылы сабаққа деген қызығушылығын арттырып, кітапқа деген зейінін ашты. навязывать ете көрді да бала қандай. Бала нені жақсы көреді, сол арқылы Бала қандай сұрақ қойды деп ойлайсыздар? Бала қандай сұрақ қойды деп ойлайсыздар? Кімге? Қоңырау шалып тұр ғой, түн Үйге не тапсырма бердіңіз? Жоқ, енді сол сізге сұрақ қоюға бола ма деп сұрауыма бола ма деп сұрап тұр ғой, сонда енді қандай сұрақ қойды деп ойлайсыздар? Анау басқа ма? Не туралы қоюы мүмкін? Кітаптың екінші томы бар. Қайдан алдыңыз? Иә, енді бұл жерде біздің сыни тұрғыдан ойлау дағдымызды дамыту, иә, келесін аса қойын. Так, енді осы жерде осы бір бейне ролик туралы кішкене ой толғап жүрейік. Мұғалімнің кітапқа деген көзқарасы туралы не ойлайсыз? Қысқаша айта берейік, иә. Мұғалімнің кітапқа деген көзқарасы туралы не ойлайсыз? Келесіне көше берейін мен. Так, иә. Джонның мұғалімге кешке қоңырау шалуының себебі неде? Бұл оның мінезін қалай сипаттайды дейді. Жұмысы жөнінде сұрайды. Сабаққа қызығушылығы жоқ болды, иә? Так. Өте жақсы. Иә, ойларыңызды қойып айта беріңіздер. Бұл жерде нақты жауабы деп не істемеймін. Так, мұғалім Джонның сұрағына қалай жауап берді? Бұл оның оқыту тәсілін қалай сипаттайды? Әрине, сұрақ салуға бола ма деді. Бұл жерде ең бастысы дауыс ырғағы. Егер әрине деп айта береді, бірақ ырғақ бұл жерде. Қалай шығады бұл дауыс? Ашулы күйінде де айтуы мүмкін. Әрине. Сол арқылы бала өзінің жұмсақ түрде жеткізеді. мұғалімнің өзіне деген балаға деген сенімінің жоғары екенін. Өте жақсы айтылған. Так, мұғалім Джонға кітапты оқуды бастауға неге ынталандырды? Тіпті ол әлі бастамаған болса да. Елеусіз қалдырмай тұрды енді басқа балалар оқып жатқандағы жалғыз біздер көбіне тасташ дейміз ғой, не істейміз. Оқығысы келмеген баланы. Өзінің есіне жетіп тұр ғой. Қандай жағдай болғанда да қалай екенде де сол баланы күлдіріп тұр. Ол ана ұйқысы жоқса оқымаса оқыма деп болмасын деген жоқ. Қиналған болар мысалы, бұл талай лақтырып та кеткен жерінен ол мысалға бұл кейбір балдар бар ғой, кітапты оқымай лақтырып кететіндер бар. Сабаған намыстанып тұрады бұл жерде. Менің бір немді тілімді алмады деген сияқты. Бибігүлдің несін ашып алыпты. Өзінің діттеген несін ашып алыпты. қандай жағдай ситуация болған ма? Сабырлығы да бар. Сондай несі бар. Оқушыларға осындай аудио кітапты көрсету оқу процесінде қандай пайдасы бар деп ойлайсыз? Спортпен айналысса да сол кітап тыңдап кетіп бара жатыр ғой. Уақытын тиімді Иә, пайдаланады. дұрыс айтасыз. Қазір мысалы бізде ешкім кітап оқымайды, иә. Өзіміз де кітап оқымаймыз, шыны керек, иә. Кітап оқитын қазір уақытымыз. Бір жағынан уақытыңды тиімді пайдаланасың. Назарбаевский школда айтамын. Біздің балдар сабақ оқымайды ғой, басты проблема. Барған сайын айта береді. Сол балдар кітап оқымайды, үй тапсырмасын оқымайды дейді. Қазіргі мұғалімдері сол тарихтан, жаңағы сондай сабақтан беретін мұғалімдер өздерінің өткен тақырыптарын аудио қылып жіберіп, ортаға солай жіберіп, қазір балдар соны тыңдап түсінігін айтатындай болды қазір. Қазір енді менің өзімде де мысалы мынандай чаттар бар, сол кітап оқитын арнайы адамдар бар да, талқылайтын. Мен солардың несіне чатына қосылып алған, Өзбек әлі туралы, мысалы Қаныш Сәтбаев туралы, солардың аудиосын мен көбінде жүргенде тыңдап жүремін. Оның негізі пайдасы өте көп. Өйткені бізде қазір кітап көп адам оқи бермейді да. Келесі көп медиалық құралдар, мысалы аудио кітаптарды сыныптағы оқыту тәжірибесін жақсарту үшін қалай қолдануға болады? Бұл енді жаңағы сұрақпен қамтылып кетті да. Кез келген жағдайда балаға мүмкіндік беру керек сондай аудио оқымайтын балдарға.
Қазіргі замандағы технологиялар, мысалы ұялы телефондар сыныпта оқытуға қалай әсер етеді деп ойлайсыздар? Сабаққа пайдалану болса зияны жоқ та. Басқа нәрсеге қарап кетеді. Менің класстың ішінде мысалы оқи алмайтын балдар да бар. Иә? Түсінігін айта алмайтындар да бар. Кейде тіпті әріп танымайтындар да бар. Жасыратыны жоқ. Бала мына аудиокітап арқылы, оны мысалға тыңдау арқылы түсінен ойлаушы жоғары. Мысалы танымайды, білмейді бала, әріп танымайды, естиді. Қалай еткенде ол бала бірдеңені білу керек. Егер мысалы баланы сол аудиокітапқа қарай етсе, үйретсе, балада мысалы кішкентай қызығушылық артады. Біз қандай жағдай болмасын, ол кез келген баланың біз өзінің несін табуымыз керек, жолын табуымыз керек болып тұр. Бір бала мысалы математикаға жоқ болуы мүмкін, оқуға жоқ болуы мүмкін, бірақ ол суретке жақсы болуы мүмкін. Сол сурет салу арқылы оның басқа сабаққа деген қызығушылығын біз қалайда да тауып ашуымыз керек болып тұр ғой. Так, сіздің сыныбыңызда студент сабақ уақытында қоңырау шалса, осындай жағдайда қалай шешер едіңіз дейді. Сабақ уақытында 10 класстарда апай звондап жатыр, шығып келуге бола ма дейді. Студентіңіз сабақ уақытынан тыс уақытта, жұмыс емес уақытта. Маған звондап жатыр да. Ондай онлайн уақыт болады. Иә, біз енді ондайға ешқашан 11-де ме, 12-де ме? жауап бермейтін адам болмайтын болар еді, Кристина Сау. Ондайда сусап Так енді, осыған кішкене қорытынды жасап жіберейік. Мұғалімнің рөлі мен технологияның маңызы. Мұғалім қарым қатынасы мен оқыту мұғалімнің мен көзім ашып келіп мұғалімнің оқушылармен жақсы қарым қатынас орнатуы әр оқушыға жеке назар аударуы өте маңызды. Біз осы жерде кейде қалып қойып жатамыз. Бұл оқушылардың қызығуын арттыру және оқу мотивациясын жоғарылатады. Технологияның рөлі аудиокітаптарды қолдану сияқты көп медиалық құралдарды оқыту процесін жандандырады. Бұл студенттердің назарын аударуға, сондай-ақ оларды тыңдау дағдыларын дамытуға көмектеседі. Бізде қазір балдарда тыңдау дағды деген жоқ қой. Сен қазір сабақ түсіндіріп айтсаң, бала ешкім сені тыңдамайды да. Сол сияқты сол дағдыны біз дамытуымызға көп көмектеседі екен. Қоңырау шалу мен өзара қатынас. Джон мұғалімге кешке қоңырау шалуы оның оқу материалына байланысты алаңдаушылықты білдіреді. Яғни баланың оқуға деген көзқарасы өзгеріп жатыр. Мұғалімнің сұрақты кез келген уақытта қабылдауға дайын болуы студенттерге қолдау көрсететіні анық дейді. Талқылау және жеке тәжірибе. Бұл видеода бізге оқушылар мен мұғалім арасында өзара түсіністік пен қарым-қатынастың маңыздылығы көрсеткен екен. Ал егер мұндай жағдай сіздің сыныбыңызда орын алса, қалай әрекет ететін едіңіз? Мұғалімдер әрқашан ашық және түсінікті болу қажет екен. Яғни біздер солай әрбір балаға жол таба білуіміз керек екен. Енді мынау 4К моделін білесіздер ма? Өтті ғана екі. Иә. Жүрсеңіздер, сіз жақсы білетін сияқтысыз. Иә, дұрыс айтасыз. Келесін асып жүрсе, яғни бұл біздің 4К дегеніміз 4C деп ағылшын тілінен алынған сөздер екен. Communication, байланыс, collaboration, ынтымақтастық, critical thinking, сыни тұрғыдан ойлау, және creativity, шығармашылық. Осы қасиеттің бәрі біздің бойымыздан табылса, нұр үстіне нұр болады. Келесін асып жүріңіз. Так, енді сіз қандай мұғалім болуыңыз керек? Осыған бір кішкене мына неге қағазға сызып өздеріңіздің ойларыңызды жазып жіберсеңіздер, сіз қандай мұғалім болуыңыз керек? Негізі бұл бірлестіктің өзі баяғыдан сондай бір тың жерден бір нәрселер шығаратын бірлестік қой, баяғыдан негізінен. Сол жақсы бір апталықтар болатын мемлекеттердің ішіндегі көбіне біз бағамен кетеміз ғой. Мынау енді мұғалімдердің арасына қазіргі инновациялық технологияға байланысты жақсы туындылармен таныстырасыңыз. Рахмет, бірін білсек бірін білмейміз, әлі білетініміз азар. Көбіне көп сонда қарап отырсақ, осының өзінен мұғалім қартайғанша да
білім алу баяғы ақылды ғой. самайға қараған жоқ. Тіпті кемпір болғанша баяғы негізі оқу керек, білім алу керек деген білдіріп отыр ғой. Сондықтан да оқи берейік. Жастар енді қазіргі сабақтарына қолданып жүрсін деп оны көріп жатырмын. Бірақ енді осының нәтижесін, енді сол жасап жатқан жұмысымыздың нәтижесін көрейік деймін. Көп рахмет. Қатысып отырған әріптестерге үлкен рахмет. Жақсы сабақтардың куәсі болайық деймін. Рахмет. Көп рахмет айтамын. Қағандай бар. Болса кішкене мағлұмат беріп жіберсек. Кішкене бір ойным бар, соны ойнатайық. Өте тамаша ол, сонымен аяқтайық. Болса, жай айта қойшы. Рашан. мұғалімнің жаны қашанда бала үшін ғой. Енді алдымыздағы әрбір бала үшін біз роботпыз. Бірақ енді жаны қашанда бала үшін ғой. Енді алдымыздағы әрбір бала үшін біз роботпыз. Бірақ енді жүрегіміз бар. Мынау 24 сағат бойына қай уақытта ата-анасы болсын, баласы болсын, барлық уақытта да біздер жауап береміз. Байланыстамыз. 1 болсын, 11 болсын, таңертең сағат 7 болсын, балалар апай күнделікке кіре алмай жатыр десе, сол үшін тұрып, ноутбукты қосып, соның күнделігін паролін береміз ең кіші. Одан басқа қалғанда. Одан қалса жаңағы үй жұмысын сұрап жатырғанда да сол ғой. Сол жаңағы бір комментарийді оқып, шынында да мұғалім 24 сағат жұмыс жасай ма? Нешеде жазсаң да жауап береді ғой деген бір жағы тірі пендеміз, бір жағы робот, жаңағы 24 айтқан сияқты. Дауыстарын шығарып отырсаңыз. Қазіргі ұстаздың бейнесі, яғни мұғалім қандай болу керек, баламен бірге қарым-қатынаста болу керек, мұғалім жаңашыл болу керек, білімді, іскер, шебер және бағанағы айтып жатқан жаңа технологияларды меңгерген сондай жаңашыл мұғалім болу керек. Біздің енді мұғалім бейнесінде жартылай робот бейнесін белгіледік, себебі мұғалім 24-те 7 ол тынбай еңбек етуші. Bir жағынан мұғалім жан-жақты болу керек. Чат GPT сияқты кез келген сәтте бір жауап табуға дайын болу керек. Одан кейін идеялары ерекше, әрдайым жасампаз маман болу керек. Креативі жоғары, мысалға дайындықсыз келгеннің өзінде де сол сәтте өзінің сабағын алып шығатындай шебер маман болу керек. Рахмет көп әріптестер, жауаптарыңыз. Енді жаңағы барлығы біздің осы мұғалім қандай болу дегендегі бір жауап креативті. Креативті, бәсекеге қабілетті, жауапты, білімді, суретші, оқыту, интеллекті, ізгі және ынталы. Осы қасиеттің бәрі мұғалімнің бойынан табылады деген ойдамын. Енді мына бір сұрақтарға тез жауап бере қояйық. Ақыл ой қабілетінде құзыреттілікке келесін ауса қойыңыз. Бұл тапсырмада ережеде әр жағдайда 3 нұсқадан бар. Сол нұсқаның бір нұсқасын өзіңізге бір жерге қағаздарыңызға түртіп есептеп отырарсыздар. Қазір 4 жағдай беріледі сіздерге. Бірінші жағдай, студент сабақты жиі қалдырады. Мәселені анықтау үшін сіз не істейсіз? Бір жауапты таңдайсыз. Ата-анамен байланыс. Сынып жетекшісі ғой. Студент сабақты жиі қалдырады. Мәселені анықтау үшін өзіңізге мәселені анықтау үшін ата-анамен байланыс. Әркім сабақты жиі қалдырады. Келесіне ауса дейік па? Келесі, ол оқушының нашар оқиды. Мен табысты оқушының қасына отырып, мен баланың ішкі жан дүниесін түсінуге, оның не қызықтыратынын білуге тырысам, мен оның ата-анасының бақылауын талап етемін. Үшіншісі, егер сұрақ тақырыптан тыс болса, жауап беруді қажеті жоқ. Төртінші, оқушы өзін жаман жағынан көрсеткен болса, ең маңызды сұрақ,
бірден ашулану себебін көрсетпеймін. Ауызша түсініктеме беремін. күнделігіне Жазып қоямын. Қазір күнделік жоқ. Не істеймін? Сұрақтар мен тапсырмаға беру арқылы оның ойын оқуға бағыттаймын. Сабақты түзетудің ұйымдастыруға түсініктеме беремін. Белгілі болды па? иә Так, енді кілт сіздерге. Егер сіздің жауабыңыз тақсандар болса 10 ұпаймен, жұпсандар болса 20 ұпаймен сандарды қосып. Жұпсандар 20 ден бәріне. Жетпіс болды. Аяулымдікі. Сіздердің қандай мұғалім екендеріңізді тесттен анықтап жіберейік. Аяулымдікі. 60 ұпай немесе 60-тан жоғары сіздің проблемаларды еш қиындықсыз шешуге қабілетті екендігіңіз көрсетеді дейді. 60 ұпайдан аз болса, сіз студенттердің арасында қақтығысқа қабілетті екендігіңіз. жеті ол тынбай еңбек етуші, бір жағынан мұғалім жан-жақты болу керек, чат GPT сияқты кез келген сәтте бір жауап табуға дайын болу керек. Одан кейін идеялары ерекше, әрдайым жасампаз маман болу керек, креативі жоғары, мысалға дайындықсыз келгеннің өзінде де сол сәтте өзінің сабағын алып шығатындай шебер маман болу керек. Рахмет көп әріптестер, жауаптарыңыз. Енді жаңағы барлығы біздің осы мұғалім қандай болу дегендегі бір жауап креативті. Креативті, бәсекеге қабілетті, жауапты, білімді, суретші, оқыту, интеллекті, ізгі және ынталы. Осы қасиеттің бәрі мұғалімнің бойынан табылады деген ойдамын. Енді мына бір сұрақтарға тез жауап бере қояйық. Ақыл ой қабілетінде құзыреттілікке келесін ауса қойыңыз. Бұл тапсырмада ережеде әр жағдайда 3 нұсқадан бар. Сол нұсқаның бір нұсқасын өзіңізге бір жерге қағаздарыңызға түртіп есептеп отырарсыздар. Қазір 4 жағдай беріледі сіздерге. Бірінші жағдай, студент сабақты жиі қалдырады. Мәселені анықтау үшін сіз не істейсіз? Бір жауапты таңдаңыз. Ата-анамен байланыс. Сынып жетекшісі ғой. Студент сабақты жиі қалдырады. Мәселені анықтау үшін өзіңізге мәселені анықтау үшін ата-анамен байланыс. Иә, әркім сабақты жиі қалдырады. Келесі, ол оқушы нашар оқиды. Мен табысты оқушының қасына отырып, мен баланың ішкі жан дүниесін түсінуге, оның не қызықтыратынын білуге тырысам, мен оның ата-анасының бақылауын талап етемін. Жиі қадағалаймын. Үшіншісі, егер сұрақ тақырыптан тыс болса, жауап беруді қажеті жоқ дейді. Төртінші, оқушы өзін жаман жағынан көрсеткен болса, ең маңызды сұрақ, бірден ашулану себебін көрсетпеймін, ауызша түсініктеме беремін, күнделігіне жазып қоямын. Қазір күнделік жоқ. Не істеймін? Сұрақтар мен тапсырмаға беру арқылы оның ойын оқуға бағыттаймын. Сабақты түзетудің ұйымдастыруға түсініктеме беремін. Белгілі болды па? иә Так, енді кілт сіздерге. Егер сіздің жауабыңыз тақсандар болса 10 ұпаймен, жұпсандар болса 20 ұпаймен сандарды қосып. Жұпсандар 20 ден бәріне. 70 болды. Аяулымдікі. Сіздердің қандай мұғалім екендеріңізді тесттен анықтап жіберейік. Аяулымдікі. 60 ұпай немесе 60-тан жоғары сіздің проблемаларды еш қиындықсыз шешуге қабілетті екендігіңіз көрсетеді дейді. 60 ұпайдан аз болса, сіз студенттердің арасында қақтығысқа қабілетті екендігіңіз. Өте жақсы. Енді сіздермен кішкене пікір алмасу үшін бір жаттығу жасап жүрейік. Келесін қоя қойшы. Мүмкін. Ал енді осыған мән беріп қарайық. Марқын ішіне тұрады ол.
Zoom қайда Zoom? Ең соңында сияқты. Құрсын. Неше чұқылы олар. Онда хаттың ішіндегі не сияқты сурет болады? Автобус. Бұл жағалау автобустың сыртында сурет болып жатыр, иә? Марка қайда қабылдайды? Теледидар далада қарап отырған кісі. Байнағыш курс аяқ киім ол. Марка де. Ну, бана нем ғой. Хатты Африкаға жіберді. Оларды самолеттағы ұшақтың үстіндегі кісі көріп тұр. Ұшақ шығу керек болсын да? Ұшақ теңіздің үстімен ұшып барады. Ол жерде айдың ішінде тұр ол деген. Ай екен, мен алыппын ғой бәрін үшін. Басы. Осы келді ғой. Ойымызды осы жерден түйіндеп жіберейік енді. Тоқай тері деймін бұл жерде. Тоқай тері бұл жерде енді баланың ішіне үңілуіміз керек болып тұр ғой. Жаңа слайдқа кері сала қойшы. Бір нәрсенің ішіне үңіліп тұрып кәдімгі қорытынды шығару керек болып тұр. Енді келесі бетіне салайық. Келесі бетінде енді қорытындысы бұл жаңағы Zoom Иван Баняның Zoom Activity деген Zoom әрекет деген кітабының негізгі мақсатында оқырманның сыни және шығармашылық ойлауын дамыту. Көрдіңіздер ме? Осы жерде сыни ойлау жақсы дамыды. Бұл кітап ерекше суреттерден құралған. Онда бір суреттен екінші суретке өту арқылы көріністің масштабын өзгертеді. Әр суретте оқырман біртіндеп кеңірек кеңістікті байқайды. Бұл өмірдегі немесе жағдайдағы үлкен көріністі түсінудің маңыздылығын көрсетеді екен. Енді негізгі мақсат перспективаны кеңейту. Әрбір көріністің тек бір бөлігін емес, үлкенірек контексттік бөлігін көру екен, көрсету екен. Байқағыштық дамыту оқырмандардың кішкентай бөлшектерге назар аударып, олардың мағынасын түсіну қабілетін арттырады. Критикалық ойлау. Жаңа ақпаратты қабылдау арқылы өткен түсініктерін қайта құруға итермелеу. Әлемнің күрделілігін көрсету, кітап адамның көзқарасы мен қабылдауына тәуелді әлемнің шексіз қырларын ашады. Түсінікті ғой да, енді біз кез келген нәрсені сол күйінде қарамай, оны кең тұрғыда үңілу керек болып тұр. QR-ды телефондарыңызға аша қойсаңыздар, Padlet ашылады, сол жерге бүгінгі сабақта не алдыңыздар, сол туралы бұл тапсырма орындау кезінде қандай қиындықтар болды, студенттердің үлкен көрінісін, суреттің түсінуге қалай қол жеткіздіңіз, бұл белсенділікті сабақта қалай қолдануға болады деген ойлайсыз. QR-мен жасап қойсаңыздар, Padlet аша қойсаңыздар. Балада шексіз деп тұғып, тұңғылыққа кете бересің. Padlet